Алматыда пәтер немесе жер сатып алғыңыз келе ме? Қай аудан болашақта шын мәнінде тиімді болады деп ойланып жүрсіз бе? Мәселе қазір қай жерде әдемі емес. Мәселе келесі 3-5 жылда нақты өсім болатын аймақтарды табуда. Бағалар бұлай жайдан жай көтерілмейді. Олар көбіне мынадай 3 негізгі факторға байланысты артады. Инфрақұрылымға салынған инвестициялар, халықтың көші-қоны және қаланың даму бағыты мен реновациялық жобалар. Ал енді нақты аймақтарға тоқталайық. Әйгерім, Тұздыбастау, Ақбұлақ. Бұл аудандарда жаңа жолдар, жолайрықтар мен тұрғын үй кешендері бой көтеріп жатыр. Қаланың кеңею бағыты дәл осы жаққа қарай жүріп келеді. Мұнда алдағы жылдары жылжымайтын мүлік бағасы 25 пен 35% аралығында өсуі мүмкін. Басты себеп инфрақұрылымның дамуы және ауқымды құрылыс қарқыны. Ақжар, Амангелді тау жолы, бұл Наурызбай ауданы. Мұнда жаңа мектептер, емханалар мен жолдар салынып жатыр. Аудан әлі толық игерілмеген, бағалар да орташа деңгейден төмен. Осы себепті бағаның өсуі 30 пен 50%-ға дейін жетуі ықтимал. Бұл трендке дейін кіруге ыңғайлы кезең. Сүйінбай мен Рысқұлов көшелерінің бойындағы, сондай-ақ жылу электр орталығы маңындағы өндірістік аймақтар. Қазір бұл жерлерде қоймалар мен зауыттар орналасқанымен, болашақта олар тұрғын үйге айналуы мүмкін. Мысалы, Манхэттен немесе Алатау Сити сияқты жобалар соған дәлел. Мұндай аймақтарда құрылысшылар мен инвесторлар үшін өте үлкен әлеует бар. Ақсай, Жетісу 2, Саяхат және Қалқаман. Бұл аудандарға еліміздің басқа өңірлерінен көшіп келетіндер көп. Сол себепті жалдау бағасы өсіп жатыр, ал онымен бірге сатып алу сұранысы да арта түсуде. Бұл аймақтарда эконом класс және екінші нарықтағы үйлердің бағасы тұрақты өседі деп күтіледі. Көктөбе, Медеу және Алма Арасан. Бұл Алматының элиталық бөліктері. Мұнда премиум деңгейдегі резиденциялар мен коттедж қалашықтары салынып жатыр. Баға өсімі бұл аймақтарда да болады. Бірақ ол нүктелі сипатта және бастапқы құны өте жоғары. Мұндай аймақтар ұзақ мерзімді инвестиция ойлайтын ірі капитал иелеріне арналған. Енді сатып алуға асықпаған жөн аймақтар. Күрделі жөндеуден өтпеген ескі бір бөлмелі пәтерлер, мектеп пен қоғамдық көлікке қол жетімді емес аудандар, сондай-ақ қаланың болашақ даму картасына кірмейтін нүктелер. Қорытынды, қазір сәнді көрінетін емес, ертең дамитын жер нағыз инвестиция нүктесі. Бүгін бос жатқан аймақ, ертең халыққа толы аудан. Бүгінгі ескі қойма, ертеңгі жаңа тұрғын үй кешені. Бүгін арзанырақ көрінгенімен, ертең бұл жерден дәмхана, сервис пен кептелісті табасыз. Бұл нақты өсім. Бұл болашақты алдын ала болжай білетіндер үшін мүмкіндіктің есігі.